оқушылар. Бүгін сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік. Сабағымыздың мақсаты дара және күрделі етістікті анықтау, мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Олай болса, біз өткенге шолу жасайық. Етістік дегеніміз не? Дұрыс айтасыздар. Етістік дегеніміз заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Етістік не қылды, не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Етістікті дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Енді мынандай тапсырма орындап көрейік. Сөйлемдерді оқып, сұрақ қою арқылы етістіктерді табайық. Салиха биледі, жел тұрды, бұлбұл сайрады, дәрігер емдеді, күн жылынды. Бұндағы биледі, тұрды, сайрады, емдеді, жылынды деген сөздер қандай етістікке жатады? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұлар дара етістіктер. Себебі дара етістіктер бір сөзден құралады. Ал енді мына сөйлемдерді оқып көрейік. Жемістер бақта пісіп тұр. Егін де пісе бастады. Жерменде ұн тартылып жатыр. Ұнды қапқа салып жатыр. Адамдар нанды дүкендерден сатып алады. Енді сұрақ қоя отырып, етістіктерді анықтайық. Пісіп тұр, пісе бастады, тартып жатыр, салып жатыр, сатып алды. Өте дұрыс айттыңыздар. Бұл етістіктер етістіктің қай түріне жатады? Дұрыс, күрделі етістіктер. Себебі күрделі етістіктер екі не үш сөзден жасалады. Енді балалар, мына өлең жолдарына көңіл бөлейік. Бірінші өлеңді түсініп оқып алайық. Елден алғыс алғанмын, мен бағбанмын, бағбанмын. Бақ қызығы керек пе? Кел балақай көмекке. Адамға тән шыдам күш, балаға тән ұнамдыз. Бағбан бала атансаң, айтам саған мың алғыс. Осы Бейсебай Кіріспайдың өлеңінде кім туралы айтылған? Дұрыс айтасыздар. Бұнда бағбан бала туралы айтылған. Мазмұнында бағбан туралы болса, оның тақырыбы қандай болуы мүмкін? Дұрыс айтасыздар балалар. Бағбан бала немесе жас бағбан деп атауға болады екен. Ал енді осы өлеңде авторымыздың айтқысы келген басты пікірі қандай? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұнда еңбекқорлыққа тәрбиелейді балаларды. Ол үшін бізге шыдамдылық және күш керек екен. Ең бойынша мынандай нұсқаулық қарастырып көрейік. Нұсқаулық дегеніміз белгілі бір жұмысты орындау кезіндегі ереже немесе тәртіптер жинағы. Ал жас бағбанның есіне қандай нұсқаулықтар айтуға болады? Дұрыс. Үстіне қолайлы ыңғайлы киім кию керек, бас киім киюді ұмытпау керек. Екінші, еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап алу қажет екен. Өте тамаша. Үшіншіден, көктем мен күз мезгілінде ағаштың артық бұтақтарын кесіп, сирету кезінде мұқият болу қажет. Төртіншіден, бақшадағы жеміс ағаштарын уақытында суарып, түбін қопсытып тұру керек. Өте жақсы нұсқаулық шықты деп ойлаймын. Келесі, мәтінмен жұмыс жасап көрейік. Ең бірінші, мәтінді түсініп оқып алайық. Жемістер денсаулыққа пайдалы.
Себебі олардың құрамында дәрумендер мол. Дәрумендерге бай жемістер қатарына апельсин, мандарин, ананас жатады. Енді біз осы оқыған мәтінімізді пайымдау мәтіні екенін білеміз. Дегенмен, пайымдау мәтіні екенін дәлелдейтін сөйлемді тауып көрейікші. Жарайсыңдар, балалар. Ол сөйлем, себебі олардың құрамында дәрумендер мол деген сөйлем екен. Енді осы танысқан мәтініміз бойынша жемістерді қалай пайдалану қажет тақырыбында нұсқаулықтар құрастырып көрейік. Дұрыс айтасыздар. Бірінші, жемістердің жарамдысын іріктеп алу қажет. Екіншіден, жемістерді бірнеше рет жуу керек. Үшіншіден, жемістерді ұзақ уақыт сақтауға болмайды. Төртіншіден, жемістер құрғақ жерде сақталу керек екен. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тапсырманы да өте жақсы орындадық. Енді келесі. Алан, біздің аула қандай тамаша, өзі таза, әрі жасыл екен. Иә, Дана, біздің аула ең таза аула екен. Біздің аула тазалаушы ағайға рахмет. Біз аула тұрғындарымыз. Сондықтан ауламызды таза ұстауымыз керек. Ауламыздың тазалығы біздің мәдениеттілігімізді көрсетеді. Мәдениеттілік? Бұл не? Оны Зияттан сұрасақ қайтеді? Сәлем, Зият. Сәлем, достым. Саған қандай көмек керек? Зият, мәдениеттілік деген не? Мәдениеттілік дегеніміз адамдардың мінез құлқына қойылатын талаптар. Оған сыйластық, сыпайылық, әдептілік, қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстау, басқа адамдармен қарым-қатынас жатады. Рахмет, Зият. Түсіндім, Алан. Ауланың тазалығы тұрғындардың мәдениеттілігін көрсетеді. Аулаға қоқыс тастамау, ағаш отырғызу, гүл егу сияқты әрекет етсек, ауламыз таза әрі әсем болады. Иә, дұрыс айтасың, Дана. Мәтінді тыңдадық, енді мынандай тапсырманы орындап көрейік. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Не келді? Көктем келді. Алан мен Дана қайда шықты? Алан мен Дана далаға шықты. Алан не істеді? Алан ағаш отырғызды. Дана не істеді? Дана гүл екті. Аула қандай болды? Аула көрікті болды. Енді осы орындалған тапсырмамыз бойынша тексеріп көрейік. Жарайсыңдар, балалар. Тапсырманы өте жақсы орындаппыз. Енді дара етістіктерді атай қойыңыздар. Келді, шықты, отырғызды, екті, болды. Өте жақсы. Бұлар дара етістіктер. Енді осы етістіктерді күрделі етістіктерге айналдырып көрейік. Көктем келе жатыр. Алан мен Дана далаға шығып кетті. Алан ағаш отырғызып жатыр. Дана гүл егіп жатыр. Аула көрікті болып қалды. Өте жақсы, балалар. Сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта не үйрендік? Дұрыс айтасыздар. Мәтінмен жұмыс жасадық, нұсқаулық құрып үйрендік. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабаққа бәріңіз де жақсы қатыстыңыздар. Сау болыңыздар.